Сәлем достар! Бүгін біз планетамызды мекендейтін таңғажайып жұмбақ тіршілік иелері жыландар туралы сөйлесетін боламыз. Бұл бауырмен жорғаушылар ұзақ эволюцияның жемісі. Олар туралы көбірек білейік. Жыландар жер бетінде 100 миллион жылдан астам өмір сүрді және ең көне тіршілік иелерінің бірі болып табылады. Олар әртүрлі және Антарктида мен биік тау шыңдарынан басқа барлық континенттерде тұрады. Жыландардың ерекше параметрлері мен анатомиялық ерекшеліктері бар. Олардың икемді аяқ-қолдары жоқ, бірақ денесі бар және әртүрлі беттерді қозғалуға көмектесетін серпендеті таразылармен жабдықталған. Олардың өлшемдері бірнеше сантиметрден аспайтын ең кішкентай жыландардан ең үлкен боа мен анакондаларға дейін өзгереді. Ең үлкен жыландардың ұзындығы 10 метрден асады. Жыландарды таңғажайып қасиеттен бірі олардың терісін толығымен өзгерту қабілеті. Олар жыландардың өсіп жаңару мүмкіндік беретін ескі теріс төгілетін балқыту процесінен өтеді. Жыландардың аң аулау және тамақтандыру әдістері әртүрлі. Кейбіреулер ұлы болып табылады және өз уын аң аулау үшін пайдаланады. Ал басқалары олжасын тұншықтыру арқылы өз денесін пайдаланады. Жыландар кеміргіштердің популяциясын бақылайтын және табиғатта тепе-теңдікті сақтайтын экожүйенің маңызды бөлігі болып табылады. Сондай-ақ олар әртүрлі түстермен, ерекше өрнектермен өзіне назар аударады. Кейбір жыландар қауіп төнген жағдайда таразысынан немесе құйрығынан айырылуы мүмкін. Бұл автотомия деп аталады және оларға жыртқыштардан қашып аман қалуға көмектеседі. Жыландар өте бейімделгіш тіршілік иелері және әртүрлі ортада өмір сүре алады. Суда, жерде, ағаштарда және жер астында. Олар қоршаған ортаға бейімделіп, әртүрлі жағдайларға тамақ таба алады. Жыландар адамдарды үлкен қызығушылық пен эмоция тудыруы мүмкін. Кейбір түрлері ұлы болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Дегенмен жыландардың көпшілігі зиянсыз және экожүйеде маңызды рөл атқарады. Сондықтан келесі жолы жыланды көргенде, оның таңғажайып қабілеттері мен оның эволюциясын бізді таңқалдыратын туралы ойланыңыз. Сонымен, жыландардың ғажайып әлеміне сүңгіп кеттік. Сіздерге бейнебаян ұнады деп үміттенемін. Бізді көріңіз және біздің арнаға жазылыңыз. Жаңа бейнелерді жібермей алмау үшін. Келесі кездескенше сау болыңыз.